Ташкенттемін. 45 мың теңгемен миллионер болып кеттік. Қанша келі күріш кетеді? Ау? 1 тонна? Алдымен Ташкентке қалай жеткенімді айтайын. Әуелі Шымкентке бардым. Ол шаһардан Өзбекстан шекарасына дейін апаратын таксистер толып тұр. Жол ақысы 2,000-2,5 мың теңге. Солардың бірімен шекараға жеттім. Ал шекара бекетінен жаяу өтіп, әрі қарай Өзбекстандық таксиге міндім. Бағасы 5.000 сом. Өзімізше есептегенде 200 теңге шамасында. Ташкентке кіргенше түн болды. Орталықтан түсіп, қонақ үй іздедім. Бір таксистен арзан мейманханаға жеткізіп тастауын сұрадым. Ол арзан, қолайлы әрі орталыққа жақын қонақ үйге апарып тастады. Ал жол ақысын алмады. Тіпті көмек керек болса хабарлас деп телефон нөмірін қалдырды. Есімі Хамроз. Ол өзбек бауырымыз туралы сәлден соң тағы көрсетемін. Сапарымның алғашқы күнін Жұлдыздар музейінен бастауды ұйғардым. Музейге кірдік. Күзетші ұйықтап жатыр. Бұл да бір экспонаттың бірі. Тірі адамнан аумайды. Ана жерге картиналар ілінген. Ал бұл жерде саяси тұлғалар. Ұлыбританияның патшайымы, Ресей президенті және ақш президенті, экс-президенті Майкл Джексон. Футбол корольдері Месси, Роналду. Футбол әлеміндегі ең мықты бәсекелестік. Португалия және Аргентина формасында. Барселона мен Реал фанаттарына жалынды сәлем. Комментарийға жазып кетейікші, кім қай клубтың жанкүйері. Ал мына бөлмеде актерлер Джек Воробей, фильмнің төл музыкасы ойнап тұр. Мына жерде қазына. Бәріміз көрген шығармыз бұл киноны. Фантастика болса да, өте әсерлі, қызықты фильм. Ал оның жанында комедия жанрындағы фильмдердің актерлері бейнеленген. Мистер Бин, қателеспесем, және Чарли Чаплин. Дәл осы актердің фильмдерін бала күнімізде жібермей көретін едік. Дыбыссыз фильм. Болливудтың батырлары мен Голливудтың геройлары. Терминатор. Және Джеки Чан. Біздің балалық шағымыздың басты кейіпкерлерінің бірі. Түрік сериалдарының
тұрақты көрермендері бар ма арамызда? Мен көре бермейді екем. Бұл ағамызды танымау мүмкін емес шығар. Сұлтан Сүлеймен сериалда толық көрмедім, дегенмен қазақстандықтарға жақсы таныс актердің бейнесі. Эйнштейннің бейнесі. Гарри Поттер. Ташкент Сити саябағы. $100 теңгеге шаққанда бұл 45 000 теңге. Қазір осыны сомға айырбастаймыз. Ақшаны айырбастадым. Жергілікті банкке келіп, бізде $100 1.263.000 сомға шықты. Теңгеге шаққанда 45 000 теңге осыншама сом. Миллионер атанғансың ғой. 45 000 теңгемен миллионер болып кеттік. Бұл Хамроз деген бауырымыз. Кеше бізді қонақ үйге дейін тегін апарып тастап еді, таксиში тұрған кезде. Қонақ жайлық танытып жатыр. Кешкі Ташкент Magic City саябағы. Бұл орталық Азияда және қателеспесем ТМД елдерінде баламасы жоқ үлкен демалыс кешені. Кешқұрым мінекей адам өте көп жиналады. Кіре берсе, міне маңдайшасында Пепсидің логотипі ілінген. Тек маңдайшада ғана емес, маңайда және мұның ішінде толған Пепсидің логотипі. Өйткені ол компания дәл осы демалыс кешенін салуда демеушілік танытқан. Бұл саябақта әлем қалаларының көшірмесі бар. Яғни әрбір көше бір қалаға арналған. Мысалы, мына көше Рим көшесі. Ал бұл Биг Бен, Лондонның символы. Саябақтан Рим, Лондон, Барселона, Париж, Мәскеу, Прага, Амстердам, Венеция сияқты қалалардың архитектурасын байқадым. Барлық көшенің бойында тамақтану орындары, дүкендер, ойын-сауық орындары орналасқан. Ал бұл жерде фонтан бар. Ең үлкен биші фонтан осы жерде. Қазір қосылуы керек. Барлық осы жерге келіп, тамашалауға жиналып тұр. Ал бұнда аквариум.
Саябақта аралап болдым. Қазір түнгі сағат 11-ден кетті. Саябақтағы адамдар да кішкене саябырсы да қайтып жатыр үйге. Дегенмен саябақ әлі ашық. Асықпай, қыдырып, суретке түсуге болады. Қайырлы күн. Бүгін Ташкенттегі екінші күн. Түске дейін демалдым. Қазір палау жеуге келдім. Өзбекстанға келіп палау жемеуге ұят шығар. Бұл Бесқазан орталық Азияның палау орталығы деп жазылған екен. Ең керемет палау осы жерде дейді. Қазір ішке кіріп дәм татып көремін. Мынау тамақ пісіретін орын. Мына жерде палау дайындап жатыр. Мінекей үлкен қазан. Қанша келі күріш кетеді? Ау? 1 тонна. Палауды алып келді. Бұл мерекелік палау деп аталады. Керемет. Тапсырыстың ақысы 140 мың сомға шықты. 140 мың сом теңгеге шаққанда шамамен 5 мың теңге. Ташкенттегі тағы бір туристік нысан телемұнара. Билет 50 мың сом, бұл теңгемен шаққанда шамамен 1800 теңге. Ішке кірдік. Осындай ұзын дәліз. Үстіңгі қабатта осындай дәмхана орналасқан. Бұл дәмхананың бір ерекшелігі. Мына үстелдері орналасқан шеңбер. Мына бой айналады. Шеңбер болып. Мына жерден байқауға болады. Мына жерде қарасаңыз. Қозғалып бара жатыр. Сонда дәл осы жер лай айналып қаланы түгел көріп шығуға болады бір жерге отырып. Жаңағы дәмхана 8-ші қабат екен. Ең жоғарғы қабаты сол. Ал қазір мен 6-ші қабаттамын. Бұл жерде дәмхана емес, кәдімгі бос кеңістік. Осы жерден қаланы тамашалауға болады. Жаңа дәмханада терезенің алдында кедергілер болған, ал мұнда жоқ, анық көрінеді қала. Мына жерде аквапарк бар екен. Қала жап-жасыл. Енді Чорсу базарына келдім. Чорсу бұйым сауда кешені. Бұл бойда киімдер сатылады. Ал мынау сырттағы базар. Мұнда кәдесыйлар бар. Барлығы да 10 мың сомнан. Теңгемен есептегенде 370-400 теңге шамасында. Керемет. Кебап, тандыр нан. Ташкент. Әдемі.
Мына жақта да бар. Барлығы да 10 мың сом. Ташкенттен Сарқыт. Тугис пен Яндекс такси аман болсын. Әйтеуір біз дегенімізді тауып, тапқан жерімізге жетіп жатырмыз. Тағы бір сауда орталығы. Екінші қабатта тұрмын. Міне төменде сауда қайнап жатыр. Тағы бір базар. Толпынайлардың бағасы 35-40 мың сом теңгемен есептегенде 1000-1400 теңге шамасында. Брат, от души саған рахмет. Қазақстанға кел. Хамуроз шекараға дейін әкеліп тастады. Тағы да жол ақысын алмады. Артығымен төлеген едім, бірақ алмады. Шекараға келдік. Енді елге ораламын. Көріскенше күн жақсы болсын.